Мен мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, қазақ халқының ауыз әдебиетін, тарихын, шежіресін жинап, хатқа түсірген жанмын. Менің мақсатым халқымның өткенін ұмыттырмай, кейінгі ұрпаққа жеткізу болды. 1768 бен 1774 жылдар аралығында Петр Симон Паллас басқарған экспедиция солтүстік және батыс Қазақстан аймақтарын зерттеді. 1773 жылы оның еңбегі жарық көрді. 1796 жылы Иоганн Георгий қазақ халқының тұрмыс тіршілігі туралы еңбек жариялады. 19 ғасырда Бронислав Броневский, Алексей Левшин сынды зерттеушілер қазақ даласының тарихы мен этнографиясын сипаттады. 1887 жылы Орынбор ғылыми мұрағат комиссиясы құрылды. 1897 жылы бүкілресейлік халық санағы жүргізіліп, қазақ халқының саны, шаруашылығы мен мәдениеті туралы нақты деректер жиналды. Мен де сол дәуірде ел арасынан тарихи аңыздарды, батырлар жырын, шежірелерді жинадым. Бұл да ғылымның бір бағыты этнография мен тарихқа қызмет ету еді. Біздің заманымызда Шоқан Уәлиханов, Мұхаммед Салық Бабажанов, Әлихан Бөкейхан сынды азаматтар ғылымды жаңа деңгейге көтерді. 1903 жылы Әлихан Бөкейхан Ресей, еліміздің толық географиялық сипаттамасы атты еңбектің бір томына қатысып, қазақ жері туралы ғылыми мәлімет ұсынды. Осылайша 18 ғасырдан 20 ғасырдың басына дейін Қазақстандағы ғылыми зерттеулер география, этнография, тарих, статистика, медицина салаларында дамыды. Мен үшін ең маңыздысы халық жадын сақтау. Ғылым өткенді ұмыттырмай, болашаққа жол көрсететін шамшырақ.